Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бүгін французша ет тағамын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек ингредиенттердің құрамын описание бөліміне жазып кетемін. Ал бисмилла деп бастайық. Ол үшін формамызды жақсылап майлап алып, картоптарымызды осылай жұқа етіп дөңгелек етіп кескен картоптарымызды қоямыз. Фаршымызға тұз бұрышымызды сеуіп жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бетіне картошкамызды майонез, тұзды сеуіп, фарштарды әдемілеп орналастырамыз. Видеода көрсеткендей қылып орналастырыңыздар. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Фарштарымызды осылай жақсылап орналастырып алған соң, бетіне майонезді сеуіп, оның бетіне пиязымызды жұқалап сеуіп шығамыз. Пиязымыздың бетіне екінші қайтара картоптарды қойып шығамыз осылай. Тұз майонезімізді сеуіп, оның бетіне жіңішке етіп бұралған осындай қызанақтарымызды қоямыз. Яғни помидорларды қойып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешке 35-40 минутқа жібереміз. Пісіп шыққаннан кейін бетіне сырды сеуіп, тағы да 5 минутқа қойып аламыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Осы рецептпен жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің отбасыма ұнады. Сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліңіздер, әлі де көп рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.